Кейбір бауырларымыз, субханалла, мен үлкен күнәларға жақындамаймын деп айтады. Қарындастарымыз да сол. Бірақ олар қарама-қарсы жыныстағы жандармен қол алысып амандаса береді. Олай жасауға рұқсат па еді, бауырлар? Халал ма еді? Әрине жоқ. Өйткені Аллах елшісі саллаллаху алейхи уассалам бастарына темірдің қадалғаны өздеріне халал етілмеген адамдармен қол алысып амандасқандарынан артық деген. Оңай нәрсе емес. Расында, валлахи, егерде осы бір қарапайым нәрселерге үлкен мән беріп қарасаңыз, Аллах сізді көтеріп қояды, қорғап қояды. Ол сізді көтеріп қояды және қорғап қояды. Субханаллах. Сіздерге мүмкін алдын айтқан болармын. Жоқ, бұл жерде емес екен ғой. Басымнан өткен бір күлкілі оқиға болған еді. Мен ислам және христиан өкілдерінің арасындағы кездесулерге байланысты ислам тарапынан өкіл болған едім. Сол іс-шаралардың басшысы маған: Саид, мен сізді біздің әртүрлі факультеттер мүшелерімен таныстырайын, деді. Мен оған: жақсы, дедім. Оның есімі Марсель еді, христиан уағызшысы. Мен Марсель екеуміз келдік, бірақ Марсельге басынан ескертіп айтып қойдым: мен мұсылманмын, қалай киінгенімді көріп тұрсыз бе? Тақиямда, бұл менің мұсылман екенімнің белгісі, және мен әйел затымен қол алыспаймын, дедім. Ол болса: болды, имам Саид, түсіндім, деді. Әрбір бөлімшелерге кірген сайын ол жұртқа: бұл имам Саид. Біреу қолын соза берсе, ол әйелдермен қол алыспайды деп қоятын. Олар: жақсы деп қоятын. Сәлеметсіз деп амандасып, барлығы зор келе жатты. Бірақ бір бөлімшеден басқа. Сол бір бөлімшеге мен кіріп келдім. Бұл жер спорт залдың дәл алдында екен. Бөлімшеге кірдік. Маған адамдар жақындап келе бастады. Шамамен 9-10 адам. Марсель оларға: қалайық, бұл имам Саид. Жұрттар жақындай берсе, бірақ ол қол алыспайды. Олар: жақсы. Сәлден соң ол әйелдер кетті. Сол жердегі кішігірім офистердің бірінде бір қыз отыр екен. Сондай әйелдерді көрген шығарсыздар. Мәшә Алла. Арық денелі, мисуақ секілді. Мәшә Алла. Биік өкшедегі, ең қысқа киімдерден басқасын сатып алуға болмайды деп ойлайтындардан. Үстіне өте қысқа және жабысқақ киім киіп алған. Мен ішімнен: аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алхамдулилля, ол телефонда екен, келмейтін шығар, дедім. Ол жаққа мен қарамай қойдым. Ол телефонмен сөйлесіп жатқан. Бірақ терезеден бізді көріп қалды. Ол маған: сәлем, деп қолын бұлғады. Мен де оған қолын бұлғай салдым. Бір кезде ол өзінің биік өкшелі туфлиімен бізге қарап жүгіріп келе жатты. Жүгіріп ақыры келді. Қолын созып: қалыңыз қалай? Марсель оны тоқтатып: ол қол алмайды, деді. Ал ол болса: жарайды, бері кел онда қымбаттым, деп құшақтап алмаса бола ма? Сонымен мен не істерімді білмей қалдым. Қайда кетерімді білмей қалдым. Мен шок болып қалдым. Мен бұлай тұрмын. Ал ол мені құшақтап тұр. Ол маған: сен сондай сүйкімді екенсің, деп қояды. Валлахи, мен не істерімді білмедім. Тұрып ішімнен ойлап қоям: егер оны итеруге тырыссам, денесіне қол тигізуіме тура келеді. Егер оған жай ғана айтсам, ол бәрібір мені жібермейді. Енді не істесем екен? Мақұл, соңына дейін құшақтап бітсінші. Басқа не істеуге болар еді? Бітіре салсыншы. Мен оған: кешірім өтінемін, бірақ мен қол алыспайтын едім. Ол болса: жарайды. Ол жай ғана құшақтап тұрған жоқ, барынша беріліп тұр. Мен болсам:
Марсель болса, кешіріңіз. Мен оған, жарайды. Қыз болса, ал қалайсың? Мен оған, жақсы. Ол сәл ары тұрып қасымызда болды. Мен болсам, бірнеше қадам артқа жасап қоя салдым. Ол тағы да құшақтап алмасын деп. Тағы да бір қыз келіп, сәлем деп қолын созды. Жаңағы құшақтаған қыз, ол қол алыспайды екен. Бірақ құшақтасады. Жоқ, рахмет, құшақтаспай-ақ қояйық. Сонымен, бұндай жағдайларда бұл күнә емес, рас қой. Бұны күнә деп есептейсіздер ме? Оның өзі маған жабысты. Бұл жерде менің еш кінәм жоқ қой. Егерде әзілді былай қойсақ, қарама-қарсы жыныстағы халал етілмеген адамдармен қол алысып амандасуға болмайды. Ешқандай да. Құрметті бауырлар, егер видео ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, және достарыңызбен бөліссеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді. Хадисте келгендей, кімде-кім жақсылық жасауға жол көрсетсе, сол жақсылық жасаушы адамның алған сауабындай сауап алады. Құдай қаласа, арнамызда көптеген пайдалы және қызықты видеолар шығатын болады. Біздермен бірге болыңыздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.